ғана құрбаққа үшінші ұлының оғын ұстап отыр екен. Сосын әлгі хан баласы: «Ей құрбақа, менің оғымды бер» деп айғайлайды. Сонда құрбаққа тіл қатып: «Мен сенің оғыңды бермеймін, мені қалдық ет» дейді. Байғұс ойланып амал жоқтан өзінің кішкентай ғана телпегіне салып патшалыққа апарады. Патшалықта екі ағасы қалыңдықтарына келіп әкесіне мақтанып тұрады. Ал ең кенжесі болса ұялып құрбақасын телпегіне салып алып келіп әкесіне таныстырады. Көрген елдің бәрі кекете мұқата үстінен күледі. Кейін әкесі де ұлына маңдайына
so'g'.